Армысың, бауырым, соңғы уақытта қазақ даласында Тәңір діні ілімі қанатын кең жайып, құлашын өркендеп өсіп келеді. Соған байланысты қазақша Құран оқуға ниеттенгендердің талабы күшейе түсуде, көбейе түсуде, арта түсуде. Жақында бір қазақ келіншегі маған өтініш жасады. Жеті шелпек пісіргелі жатыр едім, қалай қазақша Құран оқимын деп. Мен оған Тоқтар Бейсенбиновтың Ақиқат кітабынан жеті нан берген кезде қалай қазақша Құран оқимыз, сол Құранның сөздерін, дайын тұрған Құранның сөздерін жібердім. Жалпы осы Ақиқат кітабында кез келген Тәңір дінінің кез келген жоралғысына байланысты дайын тұрған Құранның сөздері бар. Соларды жаттап алуға болады. Онда тұрған ешқандай айып, әбестік жоқ. Болмаса өзің көкейден шығарып, сөйлем құрастырып айтуға болады. Кез келген қазақ отбасында аруақ түске енгенде, болмаса аруақты еске түсірген күні ертесіне жеті шелпек пісіріп, Құран бағыштап жатады. Құранды кімге бағыштап отырғаныңды өзің білесің, сондықтан да қазақша өзің сөз шығарып айтуға болады. Мен қазір сол Құранның сөздерін айтып өтемін, және видеоның соңында жазбасын қалдырамын. Соны жаттап ал, керегіңе жарат, басқалармен бөліс. О Құдайым, жеті нан пісірдім. Жүрегімді өзіңе тәуба қылдым, ісімді құп ал. О Құдайым, жеті нан пісірдім. Аруақтарға бағыштадым, шапағатына бөле. О Құдайым, жеті нан пісірдім. Періште жанды балалар жесін, пәктігіне ора. О Құдайым, көршілер дәм татсын, батасына ора. О Құдайым, жеті нан таратам. Бар ниетімді жақсылыққа туралаймын. Берген дәулетіңді, ырысыңды, бағыңды, саулығыңды тоқыратпа, тарылтпа. О Құдайым, жамандық өзімен кетсін, жақсылық болмысыма үйірілсін. Орайын солай жаса, солай болсын. О Құдайым, берген жеті нанымды адалдап, ниетімді қабылдап иінде. Өмін дейсің. Бауырым, қашанда жеті нан берген ниетің қабыл болсын. Осымен ролигімді аяқтаймын. Көріскенше күн жақсы болсын.